Алматы қаласындағы бизнес орталықтардың бірінің лифт шахтасында апат болды. Сағат 12 шамасына лифтке елі зайыпты жанжалдасып кірген. Күйеуінің жұлқығанына шыдамаған зайыбы лифттің ішінде бірнеше мәрте орнында секіріп, салмақты көтермеген лифт төменге құлаған. Абырой болғанда елі зайыпты аман қалды. Өткен аптаның бейсенбі күні сағат 12 шамасында ЧП орын алды біздің бизнес-центрдің лифтісіне. Ерлі зайыптылар кіріп, жанжалдасу барысында келіншегі орнынан секірген бірнеше мәрте. Соның әсерінен лифт ұстамай құлаған. Бірақ абырой болғанда ерлі зайыптылар аман есен, денсаулықтарына ешқандай зиян тимеген. Бірақ біздің бизнес-центрдің атынан моральный ущерб ретінде Үмбетжанова Тоғжан деген алматылық блогер кісінің парақшасында болатын марафонға сертификат табыстадық моральный ущерб ретінде. Ол марафонда жаңағы ерлі зайыптылардың арасындағы ара қатынасты дамыту, кикілжіңдерді жою, оның алдын алу туралы, арықтау туралы лекциялар жүргізіледі. Сол марафонға сертификат табыстадық. Негізінде бұл тек қана арықтауға ғана қатысты емес, ажырасу алдында тұрған семьяларды сақтап қалу үшін бұл жерге Алматыға келу міндетті емес, онлайн жүзінде асады. Жаңағы парақшаға жазып, стористен, посттан барлық ақпаратты біле алады. Любой қаладан қатыса алады. 30 күні басталады, регистрация бәрі сол күні бітеді. 30-на дейін марафонға жазылып қалу керек. Ол жерде 4 түрлі биші болады. Кәдімгі хореографтар өздерінің билерімен мамандары, және де диетолог болады, кәдімгідей несі дипломы бар, оқыған, психолог болады, оның да өзінің мамандығына дипломы бар. Және де сексологымыз да өзінің мамандығы. Оны табликтен барлығын көре алады. Ал бұндай ауқымды шара, жаңағы марафон бірінші рет ұйымдастырылды деп отыр. Бұл жерде мен өткізбеймін, айтып өткенімдей мамандар айналысатын болады. Самооценканы көтеруіміз керек болады. Ерінбей билеп, мысалы, оның барлығы былай қарасаң, жалқаулықты тастап, өзінің несімен айналысқысы келетін адамдар келу керек. Енді біздің марафонға келіп жатқандарыңызға қуаныштымыз. Өмірлеріңізді 100% өзгертеміз деген уәде беремін, сенімдімін. Толғанай Семізова, Татьяна Марафонова, ПТК арнасы.